Фейктің эволюциясын 4 кезеңге бөлуге болады. Ежелгі заманда жалған ақпарат тасқа монеталарға жазылған дедік. Мысалы, Мысыр перғауыны Рамзес II мен Хет патшалығы арасындағы соғыста екі жақта үлкен шығынға ұшырап, бітімге келеді. Бірақ Рамзес II еліне оралған соң Мысырдағы барлық ірі ғибадатханалардың тас қабырғасына жеңіске жеттік деп жаздырады. Тастағы суретте Рамзес II жауды жалғыз өзі жайпап жатқаны бейнеленген. Бұл ғасырлар бойы шындық ретінде қабылданды. Ал орта ғасырларда баспа станогы пайда болды, сондықтан фейк баспа парақшалар арқылы тарайды. Бұл кезеңдегі жалған ақпарат көбіне діни үрейге немесе ақыр заман туралы қауесетке бағытталған. 19-20 ғасырлар газет, радио дәуірінде фейк стратегиялық деңгейге көтерілді. Бұл кезеңде жалған ақпарат саяси ықпал ету және соғысқа қатысты үгіт-насихат, яғни пропаганда жүргізуге қолданылды. Ал қазір ақпараттың негізгі көзі интернет пен әлеуметтік желілер және кейде бұқаралық ақпарат құралдары. Сонымен фейк бүгін пайда болған жаңа сөз емес, ол адамзатпен бірге дамып келе жатыр. Фейк тек өтірік айту емес, ол нақты мақсатқа жету үшін пайдаланылатын құрал. Бүгінде оны қолдану аясы кеңейген. Фейк табыс табу және алаяқтық әрекет, сатира, ақпараттық соғысқа пайдаланылады. Фейкті алыстан тану үшін осы аталғандардың табиғатын түсіну керек.